Salam Jiki Lay lay mening aynalı korsan Faydan gara kimisi faydan Geçarman bir kaypam Kara wine Ağanın içi Sağlık jatayın Ağanın içi Жүрген сол арасында Ассалаумағалейкум армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті СТВ Ченел Әмбебаптың YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Алдарыңызда Түркістан қаласындағы автокөлік базары Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автовокзалының ауласында орналасқан. Әр жексенбі сайын көлік базар назарларыңызға біз ұсынатын боламыз. Біздің видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін 27 қараша 2022 жыл. Біз жұмысымызды бастаймыз ағайындар. Audi тіркеу Қазақстандікі. 91 жылы шығарылған, қозғалтқыш күші 2.8 екен. 2 миллион 200 мың теңгеге бағасын көрсетіп тұр. Жалпы көрінісі дайындалып әкелінген механика екен, беріліс қорабы. Қазақстандікі. Audi іздеп жатсаңыздар 2.8. Керешерестер беріліс қорабы автомат екен. Жаңа байқадым, ұялы телефоны 8777 919 0778. Қалған мәліметтерді телефон арқылы сұрай аласыздар. Opel сатылып жатыр, тіркеу Қазақстандікі 93 жылы шығарылған. 1.8 бағасы 1 миллион 100 мың теңге дейді. Жалпы көрінісі 8701 358 35 23 телефон. Байланыс жасауға болады. Келесі көлік Nexia автокөлігі сатылады дейді. Міне 8777 323 60 50 ұялы телефоны, түсі қызыл. Жылынға сұрап кетеміз Қазақстан тіркеудікі. Жылы қандай жылы? 97 жылғы, е? Корея мемлекетінен әкелінген екен. Жағдай жақсы, көз тартты, қызыл түсті. Бағасын қанша? 1 миллион 300. 1 миллион 300 мың теңге дейді. Ағайындар, қызығып жатсаңыздар, телефон айтып кеттік, сол телефонға хабарласуға болады. Келесі көлік, Nexia автокөлігі, тіркеу ресейлікі. 2009 жылы шығарылған екен. 1.6 қозғалтқыш күші 1 миллион 300 мың теңге бағасы дейді мінекей. Яндекс таксиінде жүрген көлік, доңғалақтары қысқыға дайын көлік екен. 8777 578 39 38 ұялы телефонына хабарласуға болады. Көлік іздеп жатсаңыздар, Nexia автокөлігі. Келесі ресейлік тіркеудегі Nexia автокөлігі 2012 жылы шығарылған екен. 1.6 1 миллион 300 мың теңге бұлда. Ұялы телефоны 8747 997 2000. Дискісі титаның. Ресейлік көліктер іздеп жатсаңыздар, мінекей назарларыңызға. Келесі ВАЗ автокөлігі тіркеу Қазақстандікі 91 жылы шығарылған. 1 миллион 400 мың теңге дейді бағасы. Жағдайы ақшасына лайық деген. Телефон қандай телефон? Телефон айтып жүресіз бе? 915 91 91. 91? 91. 91 91. 700 бас қандай? 771 бас жағы мінекей ағайындар. Осындай көлікке қызып жатсаңыздар мінекей 1 миллион 400 мың теңге. Mitsubishi ақ түсті кроссовер 2013 жылы шығарған, 7 миллион бағасы, 2 қозғалтқыш күші. Ұялы телефоны 8777 252 52 47 ұялы телефонда хабарласуға болады. Осы көлікке қызып жатсаңыздар. Келесі Priora ВАЗ 2.4 миллион дейді бағасы, 2013 жылы шығарылған, қалған мәлімет жазбаған. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар, ұялы телефоны 8775 911 92 30 2 миллион 400 мың теңге. BMW автокөлігі тіркеу Қазақстандікі, түсі қара. Телефон сұрап кетейік, бағасын. Бағасы қандай? Бағасы 1 миллион 800. 1 миллион 800, саудасы бар, е? 94 жылғы механика. Механика ғой. Механика 2.5. 2.5.
Ya telefon айтып жіберсеңіз. 8702 190 39 72. 39 72. Қосымша жұмыстарды қажет етпейді. Жоқ. Барлығы жақсы. Көрермендер BMW-ға іздеп жатсаңыздар, BMW-ға қызығып жатсаңыздар, ұялы телефон алып кеттік, хабарласуға болады. Gentra тіркеу Қазақстандікі 3.600.000 теңге бағасы, 2014 жылы шығарылған 1.6 ұялы телефоны 8701 324 29 90 775 430 97 33 3.600.000 теңге көрермендер. Түсі ақ, шанағында ешқандай мін жоқ. 100% отын түрі газ, бензин дейді. Көрермендер, Gentra автокөлік тіркеу Қазақстандікі. Беріліс қорабы механика ғой, Иә. Механика беріліс қорабы. Ішіне қонып түсірсе. Мінекей мульти басқарма, міне монитор бар екен. Жағдай жақсы көрермендер. Ақ түс, міне күймешемен басқарады. Саудасын жасауға болады. Келесі көлік Honda Қазақстандық тіркеу Odyssey дейді, 2013 жылы шығарылған американс 3.5 қозғалтқыш күші. Шақырым 168.000 шақырым жүрілген. Миль дейді, мінекей миль көрсеткішімен көрсетіп қойған. Краска өзінікі, бағасы 9,5 миллион теңге. Ұялы телефоны 8701 485 7406 8705 434 25 25 ұялы телефонына хабарласуға болады. Мінекей Odyssey қызығып жатсаңыздар. 9,5 миллион теңгелік Odyssey. Жағдай жақсы. 3, 6, 7, 8 орындық. Көрермен 8 орындық. Келесі Opel 94 жылы шығарылған 1.6 1 миллион дейді. Ұялы телефоны 8707 498 01 06 ұялы телефонына хабарласуға болады. Азын-аулақ жұмыстары бар екен шанағында. Бояуды қажет етеді. Қазақстан тіркеудегі Nexia автокөлігін іздеп жатқандар болатын болса, біздің көрермендердің арасында мінекей тіркеу Қазақстандікі түсі ақ Nexia автокөлігі 2012 жылы шығарылған 1.6 1 миллион 800.000 теңгеге бағаланып тұр. 1.6 ма? Қызығып жатсаңыздар, қалған мәліметті сұрағыларыңыз келіп, осындай қызығушылық танытып жатсаңыздар, ұялы телефоны 8705 886 65 28 ұялы телефонына байланыс жасап, жолығып, кездесіп, осы көліктің саудасын жасауға болады. Бастапқы бағасы 1 миллион 800.000 теңге. Келесі Opel тіркеу Қазақстандікі тоқ жасыл Opel Vectra 95 жылы шығарылған 1.8 қозғалтқыш күші, отын түрі бензин дейді, беріліс қорабы механика 1 миллион 400.000, 1 миллион 400.000 теңге сұрап жатыр. Телефон айтып өсеңіз? 8702 503 67 54. 67 54 мінекей көрермендер. Айналдыра түсіріп кетейік. Opel автокөлігі шанағында жұмыстары қажет етпейді, азын-аулақ жұмыстары бар дегенмен. Екінші көлік 94 жылы шығарылған қозғалтқыш күші 2 отын түрі газ, бензин 1,5 миллион теңгеге бағаланып тұрған көлік Opel Vectra автокөлігі. Ұялы телефоны 8702 182 04 22 ұялы телефонда хабарласуға болады. Келесі Audi автокөлігі тіркеу Қазақстандікі 94 жылы шығарылған 2 қозғалтқыш күші 1 миллион 300.000 теңге бастапқы бағасы. Саудасы бар дейді. Ұялы телефоны 8747 363 87 00 ұялы телефонда хабарласуға болады. Мінекей. Келесі көлік Opel көлігі тіркеу Қазақстандікі, міне тек қана ұялы телефонды қалдырған 8776 368 1979 ұялы телефонымен осы көліктің саудасын жасауға болады. Мәліметті жаңағы ұялы телефонын ала аласыздар. Мінекей сатылымға шыққан Opel Vectra автокөлігі. Келесі ВАЗ автокөлігі ресейлік тіркеудегі көлік, мінекей 600.000 теңгеге сатылып жатыр. 2000 жылы шығарған 5 скоросты дейді егесі. Ұялы телефоны 8705
853-70-05 ұялы телефонға хабарласуға болады. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар мінекей. 600 000 теңге ресейлік тіркеуде көлік. Starex Hyundai автокөлігі де келген екен. Бүгінгі базарға 2012 жылы шығарылған Б категория дейді. Б категориясымен айдауға мүмкіндік бар. Келісім берілген. Үкімет тарапынан бағасы 6 миллион 800 000 теңге бағасы мінекей. Көрермендер, бізде бар мәліметті айтып жатырмыз. Қазір ұялы телефонды қалдырайық. Қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. 6 миллион 800 000. Ұялы телефон айтып жүресіз бе? Телефон 8747 524 2046. Мінекей көрермендер, ұялы телефонды алдық, байланысып хабарласуға болады. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар. Келесі Audi Қазақстан тіркеудегі көлік S4 дейді. Маркалы 91 жылы шығарылған. 2.3 қозғалтқыш күші, отын түрі бензин. 1,5 миллион теңге көлемінде көлік іздеп жатсаңыздар, мінекей назарларыңызда Audi автокөлігі. Ұялы телефоны 8777 769 46 67. Ұялы телефонына байланыс жасауға болады. Түсі ақ. Келесі Фатын автокөлігінде жүк көліктерінде түсіріп көтейік. Мінекей 2013 жылы шығарылған 3 тонналық 3 миллион 800 000 теңге бағасы. Келісім бағасы бар дейді. Ұялы телефоны 8775-843 кешіресіздер, 8775-848-30-30 8775-434-25-25 ұялы телефонына хабарласуға болады. Мінекей осында жүк көлігін іздеп жатсаңыздар, 3 миллион 800 000 теңге бағасы. Келесі көлік Ваф па? Фавчана. Қандай? Фавчана. Вафчана. Қанша деп отырсыз? 2 миллион деп алдым. 2 миллион, келісім бағасы бар. Неше тоннаға дейін? 1 тонна. Килограмм, 1 тоннаға дейін артыла береді. Жылы қандай? 2006. 2006 жылы шығарылған. Объем 1/1. 1/1 дейді. Отын түрі газ, бензин ғой, отын түрі бензин де қана мінекей. Телефон айтып өтсеңіз? 776 Иә. 397 1861. 1861. Ұялы телефонына хабарласуға болады. Осында жүк көлігін іздеп жатсаңыздар. Жақсы, берекесін берсін. Келесі жүк көлігі Ваф автокөлігі, кузовы бортовой дейді, 2020 жылғы шығарылған. Бағасы 6 миллион, механика беріліс құралы, 23 000 шақырым жүрілген екен. Қозғалтқыш күші 1/5. Ұялы телефоны 8701 397 54 36. Мінекей ұялы телефонда хабарласуға болады. Ваф автокөлігі 23 000 шақырым жүрілген. Міне көрермендер, осымен біздің бүгінгі видеомыз өз соңына келіп жетті. Дегенменен әр жексенбіде сіздердің назарларыңызға көліктердің бағасын ұсынатын боламыз. Түркістан өңірі бойынша ағайындар. Біздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар.